Dostlar, video бастамастан бұрын сіздерге Стріман KZ деген арнаны ұсынбақпын. Олда әзірше 2 подписчик жаңадан видео шығады деген ойдамын. Осыған 20 подписчик жинап берейік. Таба алмасаңыздар ссылкасы описаниясында болады. Ал біз видеомызға кеттік. Hello dostlar, sizde мен KZ. Бүгін біз қалай шапка орнату керектігін үйрететін боламыз. Ол үшін комментарий жазыңыздар. Ол үшін сіздерге осындай приложение керек. Міне осындай приложение. Мына жаққа апарып қойын. Міне осындай приложение керек. Жазып алуға болады. Сосын үшіде бір текстті таңдайсыздар. Мен осы текстті ұнатам. Сосын өздеріңіз бір ават таңдап аласыздар. Өздеріңіз бір сурет. Қазір мен сурет таңдап алайын. Міне достар, бір сурет таңдап алайын. Енді оны размерін былай жазамыз қазір. Мынаны басамыз. Сосын мына жерді басамыз. Сосын былай жазамыз. 20-48 деп. Білін, достар. Өшіп тастаймыз. 20-48. Сосын оқтейміз да. Тоқта. Қате болып кетті ғой. 20-48. 20-48. 11, 2 десек 16 бөліп 9. Бірақ менде 20-48. Сосын мына жақта 11, 52 деймізде окты басамыз и даны басамыз. И осында размер қалып қояды. Сосын тексттің орнына былай жазамыз. Ол үшін мынаны басамыз, сосын мынаны текст жаза бересіздер. Мысалы, мен өз каналымның атын жазайын. Мен жаздым. Сосын бізде қалып қояды. Мынаны қалай бояу керектігін үйрететін боламын. Ол үшін жоқ X-ті басамыз. Короче, сөзі бояу үшін. Блин. Сөзді қалай бояйды екенін білмеймін. Әрпін басамыз. Жоқ. Тоқта. Сосын бояуға болады. Бұлай. Не, достар, бояуға болады. Міне. Достар, не надо? Өшіріміз. Өшіргіш бар. Мына жерде өшіп тастаймыз. Так, достар, өшіргіш таңдап алдық. Енді өшіретін боламыз. Так, достар, өшіретін боламыз. Размер білмеймін оны. Оғы дейме? Тоқтамына. Жаққа размер, так. Өшіріміз, так. Енді мұны шаяқ бұл кетті. Короче, достар, сосын оны скачеттеп алу үшін осылай. Не қалып қойды осылай. Сосын мына жердегі қосуды болса. Мынаны
Қазір достар не деуші еді? Міне осы үш нүктені басамыз. Сосын үстіндегі саммитогенліні басамыз и видео көрсетеді бізде. Оны жазып етпейміз. Енді так, өзіміздің файлымызға кіріп көреміз. Өзіміздің файлымызға кірейік. Мынау міне таңдалды. Сосын стойкасына басамыз. Міне оның размері 20-48, 11-52. Сосын короче шапканы қалай қою керектігін үйретейін тоже. Білетін шығарсыздар шапканы қоюды. Так, ол үшін сіздерге істеймін. Қазір істеймін. Так. Тоқта. Стрим, так. Настройка канала. Сосын осы мынаны басасыздар. Мынаны көрсетпей қойын оны. Әйтпесе не шапканы жоғалып қалады. Так, достар, сіздермен болғанмен GoZKZ. И соңыңызда лайктарыңызды басыңыздар, комментарий жазыңыздар, біздің анамызға обязательно тіркеліңіздер. Шапканы дұрыс жасағыларыңыз келсе, так, напряжениені ұмытпаңыздар. Давайте, и сау болыңыздар.